Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздерге ватрушкидің осылай үлпілдек әрі дәмді болып шығатын рецептісін ұсынатын боламын. Оны жасау үшін ыдысқа жылы сүттің үстіне ашытқы, тұз, құмшекерді салып араластырып аламыз жақсылап. Содан соң үстіне бір жұмыртқаны жарып, оны да араластырамыз. Үстіне ұнның кішкентай бөлігін салып, қасықпен араластырамыз. Кішкене қою масса шыққанша. Одан кейін барлық ұнды салып жіберіп, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Содан соң қамырдың үстіне 2 ас қасық сұйық майды құйып, осы май сіңгенше қолымызбен илейміз. Басында сіңбейтін сияқты көрінуі мүмкін, бірақ міндетті түрде ішіне сіңіп кетеді. Қамырымызды бетін жауып көтерілдіруге қоямыз. Бірнеше сағаттан кейін осылай қамырымызды алып, пісіретін ыдысымызға дөңгелектеп пішінін келтіріп, реттеп қойып шығамыз. Бетін жауып, тағы да көтерілдіруге қоямыз. Ал салмасына сүзбенің үстіне бір жұмыртқа, құмшекерді тағы да қалауларыңыз бойынша тәттірек болған қаласаңыздар көбірек салып, оның үстіне ванилинді дәмін кіргізу үшін салып, шаңғышқымен езіп, біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Қолымызға кішкене май жағып, осылай көтерілген қамырымыздың пішінін келтіріп жасап шығамыз. Дәл видеодағыдай осылай пішін келтіріп шығыңыздар. Үстіне шамамен бір ас қасықтай салмасын салып, бетін тегістеп, реттеп қойып шығамыз. Содан кейін қамырдың шет-шетіне жұмыртқаны жағып, пеште пісіріп аламыз. Бұл ватрушки өте дәмді, әрі қамыры шикі болмай, өте көтеріңкі болып шығады. Сіздерге жасауға ұсынамын. Дәл осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоның астына лайк баса кетіңіздер, сіздерге ас болсын.